Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 14-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар әліпби деп аталады. Бұл сабақта сен сөздегі дыбыс түрлерін ажыратасың және дұрыс дыбыстайсың. Мәтін мазмұнын тақырыбы мен иллюстрациясы бойынша болжайсың. Балалар, біз өткен сабақта қазақ әліпбиімен танысқанбыз. Қазақ әліпбиінде 40 әріп және 2 таңба бар екенін білдік. Бірде балалар әліпби жайында таласып қалды. Олардың бірі әліпбиде адан кейін барлық әріптер өз еркінше тұра алады деді. Сонда адан кейін кез келген әріпті өз қалауымызша қоя берсек болады екен ғой? Жоқ Мерей, олай болмайды. Адан кейін одан соң Б тұрады. Әр әріптің өз орны бар. Әріптер осылайша белгілі бір ретпен беріледі. Мұны әліпби деп атайды. Енді балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Әліпбидегі әріптерді дұрыс оқы. Қане балалар, әліпбидегі әріптердің орналасу тәртібіне қарайықшы. Бірінші бізде А әрпі тұр, екінші С әрпі мысалы бізде 24-ші номерде тұр. Ал Ч әрпі 33-ші номерде тұр екен. Енді балалар, осы әліпбидегі әріптерді бәріміз бірге дұрыс оқиық. А, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Ыл, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, айыру белгісі, жіңішкелік белгісі, Е, Ю, Я. Жарайсыңдар балалар. Екінші жаттығуға қарайық. Кісі аттарының қай әріптен басталып тұрғанын тап. Тапқан кісі аттарын әліпби ретімен жаз. Үшінші жаттығу. Әліпбиде 7-ші тұрған қай әріп? Т әрпінің алдында және соңында тұрған әріптерді ата. Сол әріптерден басталатын сөздер ойлап тап. 4-ші жаттығу. Санмен берілген сөздерді тап. Оларды жаз. Жарайсыңдар балалар. Енді жұмыс дәптеріміздің 14-ші сабағындағы 2-ші және 4-ші жаттығуды көркем дұрыс орындайық. Шығармашылық тапсырманы да орындаймыз. Өзімізді бас бармақ тәсіл арқылы бағалайық. Іске сәт!